Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін картоп қосылған чебуреки дайындап үйренеміз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасауға кеңес беремін. Қамырына қажетті заттар: 500 грамм ұн, 1 жұмыртқа, жарты шай қасық тұз, 100 грамм сары май және 200 грамм қайнаған су. Ал начинкасына картоп, жуа және де дәміне қарай тұз бен бұрыш қажет. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін табаға ұнды саламыз. Одан кейін оған тұз бен 1 жұмыртқаны салып, араластырамыз. Кейін оған қайнаған суды құямыз да тағы да араластырамыз. Одан кейін ерітілген сары майды қосып, араластырып, қамыр илейміз. Өзіңізге ыңғайлы болу үшін қамырды ыдыстан алып, столдың бетіне немесе тақтайға осылай басып, барлығын жақсылап біріктіріп, илеп алсаңыз болады. Қамырымыз бірікті, осындай болып шығады, өте жұмсақ, әрі қолға жабыспайды. Кейін қамырды мешочекке салып, оны бір шетке қоя тұрамыз да, начинкамызды дайындаймыз. Ол үшін қайнаған картопты ыдысқа салып, оны еземіз. Өзіңізге ыңғайлы ыдыспен немесе вилкамен езсеңіз болады. Одан кейін дәміне қарай тұз бен бұрыш қосамыз. Және де жуаны мен кішкене майға шыжғырып аламын осылай. Содан кейін барып, соны начинкаға қосамыз. Кейін барлығын жақсылап араластырамыз. Егер де қою болып жатса, кішкене сүт қоссаңыздар болады. Начинкамыз дайын болды. Кейін пакетикте тұрған қамырымызды алып шығарамыз. Одан кейін оны тағы да бір басамыз. Қамыр өте жұмсақ, әрі қолға жабыспайтын болып шықты. Одан кейін қамырды алып, осылай жаямыз. Жайғаннан кейін оны осындай дөңгелек өзіңізге ыңғайлы ыдыспен немесе формамен кесіп алсаңыз болады. Одан кейін қамырдың артық жерлерін алып тастаймыз. Және де начинканы саламыз. Барлығына бір жартысына салып шығамыз. Осылай тек қамырдың бір жартысын ғана толтырамыз. Одан кейін олар томпиып тұрмас үшін беттерін шамалы басыңқырап қоямыз да, қамырдың екі жағынан алып, бір-біріне осылай жабыстырамыз. Одан кейін вилканы алып, жан-жақтарына осылай вилканың ізін қалдырамыз. Мінекей осындай болып дайын болады чебурекилер. Осылай барлық қамырды жабыстырамыз. Видеода көрсетіліп тұрғандай барлық қамырларды жабыстырып, осылай чебурекилерді дайындап аламыз. Содан кейін вилканың көмегімен жан-жағына осындай әдемі іздерді қалдырамыз. Барлығына осылай вилканың ізін әдемілік үшін салып шығамыз. Видеода көрсетіліп тұрғандай. Чебурекилер дайын болды. Осы рецепт бойынша 17-18 штук шығады. Одан кейін майымызды қыздырып қоямыз табада. Кейін ол қызған соң чебурекилерді осылай орналастырамыз. Және де бір жағы қызарғанға дейін пісіреміз. Кейін бір жағы қызарған соң осылай вилкамен барлығын ақырын ауыстырып аламыз. Тағы да келесі жағы 2-3 минут піседі. Осылай чебурекилерді алып тастап салфеткаға қоя тұрамыз. Чебурекилер дайын, ас болсын. Егер сізге видео ұнаса, лүпіл басып пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Рахмет!